Гонды күтіп алыңдар. Ала ғой. Жарайды. Анашым. Қараңдар, күн жоғалып бара. Аспанды қара бұлт қаптағалы жатыр. Қараңғы болмай тұрып ұяларымызға жетіп алымыз керек. Иә, әрине. Әрине. Жек, сен әлі түсінбедің бе, а? Әлде тағы сазайынды тарту үшін келдің бе? Доғар. Қара, олар төбелескелі жатыр. Бұл орманда ең мақты кім екенін көрейік. Төбелеске тәбетің ашылып тұрса, қане, уақытты босқа өткізбе. Орманның патшасы әлі де Юру мырза сияқты ғой. Ол патша, ал сендер тек қапшық сияқтысыңдар. Ой, қашты. Мұны мен әлі ештеңе біткен жоқ. Біз қайтып келеміз. Айтқаным айтқан. Кеттік. Олар жеңіліп қалды. Енді үйлеріне қайтып барады. Я, солай сияқты. Келулеріңнен кетулерің жылдан болды ғой. Бұл не? Асманнан бірдеңе құлап келе ме? Бұл тағыда не болды екен, а? Иә, мен де түкке түсінбедім. Мырза, жарақаттанып қалған жоқсыз ба? Аспаннан бірдеңе құлады. Саған, менің сүйікті жаңғағым ғой, жақсы болды, енді оны алаңсыз жей алам. Ана, жер қозғалып жатыр. Не болып кетті? Қайда жасырсам екен? Осында қалғаным жөн шығар. Әлде ана жаққа кетей бе? Не істерімді білмеймін. Бұл не? Мына кішкентай түрі оғашта балақай кім болды екен? Мәссаған. Расында түрі оғаштау көрінеді екен. Жақынырақ барып көрейін. Суку, не істеп жатырсың? Ай, балақай. Қандай сүйкімді балақай. Оның жыласы кеп тұрған сияқты. Иә, қараңыз. Сенің атың кім? Атың бар ма дейін? Гон, жақсы. Гон, сен қайдан келдің? Жоқ, атыңды естідік қой. Енді қайдан келгеніңді? Айтқың келмей ме? Түсінікті. Таяқ жегің келіп тұр ғой. Өзі қатты екен. Расында қатты екен. Мынаны жей ғой.
Оның тамақ жесі де бір қызық екен. Ақырын асықпай же. Тағы да жегің келе ме? Қазір. Тағы да. Жоқ. Бар деп ойлап қалдың ба? Басқа жоқ. Ой, аянышты түріне қараңдар. Не болды, менде басқа жоқ, шын айтамын. Алдап тұрғаным жоқ. Сен мені тыңда, ашуландырма. Сен тыныш, рас айтам. Гон, қой, мынау сүйкімсіз екен. Гон, қой деді. Ақыры айт, Гон, менде қалған жоқ. Мен қорқайын дедім. Шын айтам. Өзі кім кішкене қып қырсық екен. Қой дедім мен саған, менде қалған жоқ. Шын айтам, қалған жоқ менде. Ой. Ей, балалар, тағы біраз саңырау құлақ теріп келіңдерші. Не? Естіп жатырсыңдар. Менің рұқсатымсыз ешкімде саңырау құлақ жей алмайды. Түсінікті ме? Ұқтың ба сен? Ой. Мен саған айтып тұрман. Я, түсіндім. Енді менің қарным ашты. Кешкі асымда келіңдер. Тез. Менің көңіл күйім жоқ. Сондықтан ашуыма тие берме, балақай. Түсінікті ме? Менің ашуым өте жаман. Білдің бе? Түсінгеніңе қуаныштымын. Айтпақшы, сен аспаннан қалай түстің? Еш жеріңді де жарақаттап алған жоқсың ғой. Не? Сен мені мазақ қылып тұрсың ба? Ой, қолым. Мына баланың басы қандай қатты еді. Қалайша тез тұрып алдың? Саған. Бұл қайдан шыққан батыр? Оған менен не керек? Балақай, тоқта, міне саған. Осыдан кейін қалай жүрер екенсің көрейік. Бұл қалай болғаны? Ол алып тастады. Лақтыра салды. Әй, қайда кеттің? Менің сөздеріме құлақ асар емессің ғой тегі. Бұл орманда менен мықты ешкім жоқ. Тоқта деймен саған. Жоқ, тиіспе, ол сенікі емес. Менің жаңғағым. Қанша ашулансаң да бермей. Ұқтың ба? Тез кетейін. Кеттім. Сен аяғым. Сен Әй, балақай, қолыңда жаңғақта әкел бері. Жоқ, ол менің жаңғағым. Сазайыңды тартқың келе ме? Қане, әкел бері. Қандай керемет көрініс. Кішкентай балақай алып аюдың сазайын берді. От болды. Юру мырзаға жаным ашты. Кішкентайдан таяқ жеу деген қиын. Қашайық тезірек. Жүгір. Қашты. Жаңғақты жегің келе ме? Міне, жей ғой. Жоқ, бермеймін. Мен саған айттым ғой. Бұрын жеп көріп бедің? Әрине ол өте дәмді. Бір өзің бәрін жей алмайсың. Екеуміз бөлісейік. Мән.
Дәмді ысылай ғой. Бұл жаңғақ менің ең сүйікті асым. Жей бер. Соку, Анашым, бәрі дұрыс па? Еш жерің ауырмай ма? жақсы, бәрі жақсы. Ай, бері келіңдер. Төменде өте қауіпті. Ағашқа шығыңдар, тезірек келіңдер. Тамаша, керемет.